Дана, мұнда бір мәтін абзацтар бойынша бөлініп жазылған. Оқып шығып, абзацтарды дұрыс орналастыруымыз керек. Қане көрейік. Мәтіннің басы. Сәдібек жеміс көшеттерін аулаға отырғызды. Шелекпен тасып су құйды. Көшеттердің маңынан ұзамайтын болды. Екінші абзац. Қарашада жауған қарға дейін Сәдібек отырғызған көшеттері кәдімгідей көктеді. Ал ақ ұлпа қар ағаштардың түбін жауып тастады. Үшінші абзац. Сәдібек көктемді тықырши күтті. Қар еріп, күн жылынысымен көшеттерін баптауға кірісті. Ұқыптылық өз ісіне ыждахаттылықпен қарау нәтижесін берді. Сәдібек отырғызған ағаштар жеміс бере бастады. Соңы, ата-анасы, көршілері дән риза. Жайқалған бақшасын көрген көрші қолаң көшет сұрап алатын болды. Қайдан алдыңдар деген кісіге құдды келісіп алғандай, Сәдібектің саябағынан дейді бір ауыздан. Дұрыс, ал енді осы мәтінге мазмұндау жоспарын құрайық. Жоспар мәтін мазмұнының ықшам, нақты әрі жүйелі берілген тірек негізі. Мазмұндама дегеніміз белгілі бір шығарманың мазмұнын ауызша немесе жазбаша түрде баяндап беру. Мазмұндама алған білімін тиянақтау мақсатын көздейді. Түсіндім. Бірінші, жеміс көшеттерін отырғызу. Екінші, көшеттердің көктеуі. Үшінші, ағаштардың жеміс беруі. Төртінші, ата-ана, көрші қолаңның ризашылығы. Жарайсың, Дана.